Сәлем достар, сіздердің сұрауларыңыз бойынша орамал тағу әдісімнің бірінші видеосын түсірдім, қабыл алыңыздар. Не қажет? Басымда тұрған жеңіл тақия, боне деп аталады, мінекейіңіз. Әртүрлі түстерде кездеседі. Бұл орамал сырғып кетпеу үшін арналған. Бірінші бізге мынандай орамал қадауға арналған инелер қажет болады. Үшінші зат объем беріп тұратын резеңке. Енді біз бастаймыз. Боне бар, инелерім бар. Бүгін бізде бірінші мынандай төртбұрышты орамал. Қарапайым орамал. Орамалды дәл ортасынан үш бұрыш қылып бүктейміз. Енді бақыттың жолын тапқаны, иманның дәмін татқаны, орайым. Оны жаңағы оралған кездегі екі шетін тағы да артынан келіп орап, мынау тұрған орамалдың астына кіргіземіз. Мынау алдыда қалған шетін алып келіп, бір жақ шетке қаратай қисайтып, не қадап қойып, бар болғаны осы.